Сәлем, менің құрметті оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шыбын туралы айтатын боламын. Шыбын Құранда аты аталған жәндіктердің бірі. Әрине, жаратылысымен, ызыңымен, ауру таситындығымен адамға ыңғайсыздық тудырса да, оны Алла тағаланың тегіннен тегін жаратпағаны анық. Өйткені мына әлемдегі әр жаратылыстың өз миссиясы бар. Сол секілді біз күнделікті елей білмейтін, кейде мазамызды алса, Құдай осыны не үшін жаратты екен деп налайтын шыбынның да жер бетінде атқаратын біраз шаруасы бар екен. Қазіргі уақытта 7 құрлықтың бәрінде кездесетін шыбынның 750 мыңға тарта түрі белгілі. Шыбын шамамен 1 ай өмір сүреді. Ұрғашы шыбын бар өмірінде 3 мыңға жуық жұмыртқа таратып үлгереді екен. Бұл күніне 100 жұмыртқа деген сөз. Осыдан-ақ олардың қаншалықты жылдам көбейетінін біле беріңіз. Басқа ұшатын жәндіктердің қанаты 4 болса, шыбындағы қанат 2-ақ. Сондықтан болар шыбын секундына қанатын 200 рет қағып үлгереді. Шыбынның көзі 6 бұрышты 4000 хрусталиктен тұрады. Байқап қарасаңыз, шыбынның басының көп бөлігін көз алып тұрғанын көресіз. Шыбындар түс ажырата алады, әрі адамның көзінің мүмкіндігі жетпейтін ультрафиолетті де айыра алады. Осындай мүмкіндіктеріне қарамастан, шыбындар анық көре алмайды, алдындағы затты бұлдырап көреді. Барлығымыз шыбынды зиянды жәндік ретінде қарастырамыз. Алайда оның пайдасы да баршылық екен. Ол адамға егінін шығынсыз жинауға көмектеседі. Шыбынның дернәсілі егіннің жауы, шегірткенің жұмыртқасын, өзге де зиянды жәндіктердің жұмыртқаларын жойып отыратын көрінеді. Біздің әлем Алла жаратқан тепе-теңдіктен тұрады. Ондағы әр жаратылыстың өз орны бар. Бірінсіз бірі күн көре алмақ емес. Шыбын адам мекендеген жердің бәрінде жүреді. Әсіресе жаз кезінде көбейіп кетеді. Шыбын сырттай зиянсыз көрінгенімен, шын мәнінде ондай емес. Оның тұмсығы мен сілекейінде бүкіл денесінде түрлі ауру қоздырғыш вирустар мен бактериялар болуы мүмкін. Ғалымдардың айтуынша, ең алдымен шыбын тырысқақ ауруын таратушы жәндік саналады. Шыбынның тұмсығында сальмонеллез бактериясы көп болады. Аденовирус пен түрлі жұқпалы вирусты гельминтонның дернәсілдерін тасымалдайды. Ал шыбыннан қорғану үшін тазалық пен гигиена қажет. Үйді бөлмені таза ұстаған жөн. Шыбын дизентерия, асқазан сүзегін, полиомиелитті және басқа да қоздырғыштардың таралуына себеп болады. Сондай-ақ олар ішек қарын құрттарының жұмыртқаларын да таратады. Үйдегі шыбын жыл бойына өсіп өнгіш келеді. Шыбынға қарсы күрестің ең басты шарты тазалық. Тазалық бар жерде ауру да болмайды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер.